Заварной қамыр дегенде естіп беріңіздер, дәл осылай әдемі дәмді қамыр шығады екен. Мен бұл қамырда манты жасап көрдім. Сочный дәмді манты шықты. Бешбармаққа да қолдануға болады екен. Сіздермен де бөлісейін дедім. Ең алдымен описаниеда жазып қалдырған барлық ингредиенттерді салып, қамыр елеміз. Осылай укропты салып, үстіне қайнап тұрған суды құйып, жақсылап қамыр елеміз. Қамыр деген енді күшті болып шығады екен. Ал мантының салмасын мен асқабақтан жасадым. Осылай турап алып, қамырды жаюға кірістім. Өте керемет болып жайылады. Не жыртылмайды да, езілмейді де, әдемі болып жайылады екен. Осылай бір келке етіп кесіп алып, барлық салманы салып, манты түйіп шықтым. Мантыны 45 минутқа буға пісіруге қойдым. Қараңыздар, өте дәмді, әдемі манты дайын болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.